Біз абай әулеті бақытты отбасы жобасына қатысамыз. Байлық емес, бірлік байлық. Бірлігі жарасқан біздің жанұямыз 6 адамнан құралған. Отбасымыздың алтын діңгегі апамыз, ата-анасы біз, және біздің 3 аяулы қыздарымыз Бөртен, Рай, Каусар. Бақытты отбасының қағидалары ауызбіршілік, мейірім, сыйластық, тәртіп пен балаларды еңбекке баулу деп білеміз. Маған Бөртен мен Рай әдетте ас үйде қолғабыс етеді. Міне Бөртен, сен бүгін не туралы айтасың? Әр тамақтың мен пайдасын қыздарға айтып отырам. Бұл дұрыс тамақтануға кейін әдет болып қалыптасады. Мысалы, қызанақ несімен пайдалы? Бөртен айталыш? Қызанақта А, В, С витаминдері бар. Бұл дәрумендер бізге не үшін қажет? Қазанға және көзге жақсы әсер етеді. Нұрай, бізде не істеп жатыр, Нұрай? Ірімшікті үгіткіштен өткізіп жатыр. Ірімшік бізге несімен пайдалы, Нұрай? Ода кальций бар. Кальций бар, дұрыс. Кальций бізге не үшін қажет? Сүйегімізді жақсарту үшін. Мықты болады, сүйегімізді. Және тісімізді. Әдемі етеді. Келердің тамағы дайын болғанша біз Каусар екеуміз осындай гүл теріп алдық. Қыз балаларды эстетикалық сұлулыққа үйрету де өзінше бір тәрбие деп есептеймін. Міне қыздар дайындаған пицца да дайын болды. Каусар, апаңды тамаққа шақыр. Біздің отбасымыздың тағы бір қағидасы міндетті түрде дәм алмас бұрын асқа бата беру. Баланың тілегі орындалады дейді. Мен қыздардың бата берсе деймін. Ақ бітім бақ болсын, ақырдың бақ қонсын. Мың бір атты пәледен сақтасын, 100 бір атты қыздан сақтасын. Тілінің тілінен сақтасын, көзінің көзінен сақтасын. Өсек аян пәле жығадан сақтасын. Өліге иман, тілге береке берсін, не берсе қайырмен берсін. Амин. Сындағы ақуындасын, дерске басын, жолдасын, атамыз бізді батқасын, жан айына бақынсын, достар ханның мол болсын, қадар сенде жол болсын, пәле жолға жеттесін, сенен байлық кетпесін, мен бәрінің бата қабылетсін. Амин. Кішігірім бейне жазбамыз осымен аяқталады. Әр отбасыда бақ береке тілейміз. Есен сау болыңыздар. Біз